Ауданымызда қызылша дертіне байланысты эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз. Бұл туралы Бөрлі ауданының санитар дәрігерлері хабарлады. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда қызылша ауруына қатысты жағдай күрделеніп тұр. Қазіргі таңда ауданда 167 қызылшаға күдікті жағдай тіркеліп, олардың 42 жағдай лабораториялық жолмен дәлелденді. Науқастардың басым көпшілігі 14 жасқа дейінгі балалар арасында тіркеліп отыр. Және осы барлық тіркелген жағдайлардың ішінде 25 жағдай екпе алмағандар арасында тіркеліп отыр. Оның ішінде ата-аналарының екпеден бас тартуынан 4 жағдай, медициналық қарсы көрсеткіштерге байланысты 12 жағдай, екпе жасына толмағандар арасында 2 жағдай, және екпе туралы мәліметі жоқ 7 жағдай анықталып отыр. Сонымен бірге мектепке дейінгі ұйымдар арасында 3 жағдай, ал мектеп оқушылар арасында 4 жағдай, және 14 жағдай бұл ұйымдастырылмаған балалар арасында тіркеліп отыр. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес 2023 жылдың 6 қарашасынан бастап қызылшаға қарсы қосымша жаппай иммундау жүргізілуде. Жалпы иммундау аясында 6 айдан 10 ай 29 күнге дейінгі 386 балаға екпе салу жоспарлануда. Бүгінгі таңда 323 балаға екпе салынды. Қызылша ауа тамшылы жолмен берілетін жедел өте жұқпалы респираторлық вирустық инфекция. Қызба, бөртпе, интоксикациямен сипатталады. Сондай-ақ санитарлық дәрігер биыл Батыс Қазақстанда көкжөтелге күдікті 6 жағдай тіркелгенін хабарлады. Бөрлі ауданында 5 жағдай күдікті жағдай, көкжөтелге болуы мүмкін күдікті жағдай тіркеліп отыр. Көкжөтел бұл балалар арасында жиі кездесетін белгілі бір көрінісі бар бактериалдық инфекция болып табылады. Негізгі инфекцияның көзі ауру адам. Көп жағдайда жиі кездеседі 2 жасқа дейінгі балалар арасында. Бұл негізгі симптомдары, яғни дене қызуының 38 градусқа дейін көтерілуі, жөтелмен, бас ауруымен, шырышты қабықтың ісінуімен, әлсіздікпен және бұлшық еттердегі ауырсынумен сипатталып отырады. Қоздырғыш ауруға шалдыққан адаммен тығыз байланыста болған кезде ауа тамшылары арқылы жүргізіледі. Санитарлық дәрігерлер аурудың алдын алу үшін вакцина алу қажеттігін алға тартады. Мамандар Бөрлі ауданында көкжөтелге күдікті 5 жағдай расталмағанын жеткізді. Мейрамбек Садықов, Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.